Қайырлы күн достар. Біз бүгін қазақтың ұлттық тағамы наурыз көжені дайындаймыз. Наурыз көже әдеттегідей наурыз мерекесіне қарсы дайындалған. Оның ішіне 7 түрлі нәрсе, яғни тағамдарды қосып дайындайды. Ол әдеттегідей жаңағы қыстан қалған жылқының сүр етін дайындаймыз. Оны мен алдын ала жаңағы пісіріп, суытып қойдым. Соның сорпасы қажет болады. Жарма, тары, күріш, ағарғандардың ішіне жаңағы айран мен қаймақ қосуға болады. Ал мына жерде қайнап тұрған сорпамызға туралған етімізді қосамыз. Етті мен алдын ала пісіріп, дайындап қойдым. Етімізді қосамыз. Ал енді құрметті көрермендер, міне біздің наурыз көжеміз дайын болды. Дайын болған наурыз көжемізді ыдыстарға құйып, қонақтарыңызға бере берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.